құрметті менің отбасым. Мен негізі асығып тұр едім. Отыр, тыныш, отыр. Ой, кете береді осы бір. Құрметті менің жанұям. Тыңдаңдар, папалар. Иә, бүгіннен бастап бір айта кететін жағдай. Осы үйді басқарғаныма 30 жыл болды, дұрыс па? Иә. Мен шаршадым. Осы 30 жылда осы подъездегі 20 пәтердің қатарына қостым сендер, дұрыс па? Иә. Залды спальный қылдым, спальный зал істедім, дұрыс па? Бүгін қолымнан келген көмек жасадым. Бүгіннен бастап осы үйдің қожайыны болып, мамаларын тағайындалады. Не? Мама? Иә. Қалай сонда мен бір жаққа кететін болсам, қыдыратын болсам, сонда не мамамнан сұранам ба? Менен сұранасың, мамаң жібереді. Рахмет әрине. Мен не дер білмей қалдым ғой. Бірақ мен үнемі не дер білмей қаламын. Ал енді, балалар, тыңдаңдар. Мен папалардың ісін жалғастырам деп уәде берем. Ана қонақ күтетін зал тамды бүгіннен бастап папа зал деп айтасыңдар. Дұрыс па? Папа зал. Қалай сонда үйге бізге қонаққа адамдар келген кезде залға кіріңіздер, залға жүріңіздер емес, папама кіріңіздер деп айтамыз ба? Несі бар? Еңбегі бар, айтасың. Көп сөз, боқ сөз. Бүгіннен бастап бұл үйде номер 1 бірінші мамаларың, екінші мен. Папа, қалай сонда? Осы үйдегі проблемалардың бәрін енді мама шеше ма? Бұл қоғамда негіз бірінші емес, екінші шешеді ғой бәрін. Түсіндің ба? Баяғыдай бола береді ғой. Баяғыша өмір бола береді, уайымдамасай. Просто бүгін шешең енін бояп келген екен, ырза болып қосылып жатқаным ғой. Ойбай шу.